Күн баршаңызға тоқмасыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы, мен сіздердің сұрауларыңыз бойынша осы слетиктің тоқу үлгісін көрсетемін. Бұл слетик қалдық жіптерден тоқылды, 3 түрлі жіппен тоқылды, және размері 37-38 размерге тоқылды. Слетик осы қонышынан бастап тоқылып, алды тоқылып, одан кейін жандарынан ілмектер іліп алып, осылай жанын тоқимыз да, одан кейін табанын тоқып, өкшесін арт жағын қосып тігеміз немесе тоқимыз. Енді бізге керек құралдар. Біз бұл жерде ілмектер саны аз болғандықтан мен осы носки тоқитын бізбен тоқыдым. Одан кейін айналма біз керек болады. Өйткені айналдыра тоққанда ілмектер көп болады. Ине немесе күршек біз, ол бізге өкше тұсын қосып тоққанға ғана керек. Қайшы және жіп. Жіп менде осындай 3 түрлі қалдық жіп. 3 түрлі қалдық жіп. Мен қонышын және алдын осы меланж жіппен тоқылдым. Бұл Қытайдың жібі. Осы жіппен тоқылдым. Бұл әдемі көрінеді. Сол үшін және де шетін және бас жағын сары жіппен тоқыдым. Ал табанын жіппен тоқыдым. Осы жіптер маған осын слетиктің екінші жағын тоққанға жетеді. Қазір мен сіздерге барлығын тоқыма барысында көрсететін боламын. Егер мен осылай табаным бөлек, жаным бөлек тоқымасам, бұл жіптер маған жетпейді. Енді қай жіптен бастаймыз, сол жіпімізді аламыз дағы. Бұл және бұлардың жуандықтары бірдей. Жіптің жуандығы бірдей болу керек. Егер бір жібіңіз жіңішке, бір жібіңіз жуан болса, онда слетигіңіз жақсы болып шықпайды. Енді бізімізге 40 ілмек іліп аламыз. Және де мен алдында осы видео түсіргенмін. Біз кейде көп ілмек ілген кезде жібіміз жетпей жатады. Енді ондай болмас үшін біз осылай ұстаймыздағы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп осылай орап аламыз да, енді осыны шығарып, және осы шетінен ұстап отырамыз дағы, осылай 4 рет бүктейміз. Осылай 4 рет айналдырып алдық. Енді тура осы жерден алып, 40 ілмекті іліп аламыз. Енді сол кезде жібіміз өте көп болып, немесе жетпей қалмайды. Енді міне осылай 40 ілмек іліп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп 40 ілмек тереміз. Осылай 40 ілмек іліп алдым. Енді мен бұл қонышын бірде-бір резинамен тоқыдым. Енді сіздерде бірде-бір резинамен немесе 2-2 резинамен тоқсаңыздар болады. Ол дегеніміз 2 оң ілмек, 2 теріс ілмек. Мен өме осылай бірде-бір резинамен тоқимын. Осы әдемі көрінеді. Бір теріс, бір оң. Бір теріс дегеніміз жіп тоқыманың алдында теріс ілмек. Одан кейін оң ілмек. Теріс ілмек, оң ілмек, теріс ілмек деп өстіп оң жағынан да, теріс жағынан да бір оң, бір теріс тоқып, өзімізге қажетінше биіктікті тоқимыз. Мен бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рет тоқыдым. Енді мен жіптің аз көптігіне қарай қазір 10-11 қатар тоқимын. Міне мен осылай 12 рет тоқып алдым. 12 жол. Бірде-бір резина. Енді ары қарай слетиктің алдын тоқимыз. Ол үшін енді осы 40 ілмекті 3-ке бөліп аламыз. 3-ке бөліп аламыз. 2 шеті 13-тен болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 ilmek, endi осы 13 ilmek bir çeti, екінші çeti 13 ilmek болады да, ортадан 14 ilmekті тоқимыз. 1, енді бір келкоң тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek. Міне бұл 14 ilmegimiz не? Алды. Тура осы жерін тоқып жатырмыз. Енді бұл жағын тоқымаймыз. Енді бірінші ilmek тоқылмайды. Енді теріс тоқимыз. Бұл тоқыманың іш жағы. Іш жағынан осы 14 ilmekті теріс тоқимыз. Өйткені бізде алды бір келкоң ilmekтермен тоқылған. Ол дегеніміз оң жағынан оң, теріс жағынан теріс тоқу. Не? 14 ilmekті тоқып алдық. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Бір ilmekті артық тоқып. Енді бұл тоқыманың оң жағы. Оң жағынан бір рет тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 соңғы ilmek теріс тоқимыз. Енді теріс жағынан бір тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmekті тоқимыз да, соңғы ilmekті тоқымаймыз, өйткені біз жіп ауыстырамыз. Жіп ауыстырғанда бұл жерде екі жол, осындай жолдардан екі жол немесе 4 қатар тоқимыз. Сонда бізде бұл осы жері тәпішке секілді байланып тұрғандай түседі, тоқылады. Енді мен осы сары жіптен тоқимын. Сары жіпті ашып, осы жерден қосамын дағы. Және бұл жіпті де үзбейміз. Тоқып жатқан жіпті үзбейміз, өйткені біз ары қарай тоқимыз. Бұл сары жіппен қазір екі жол ғана тоқимыз. Екі жол немесе 4 қатар. 1. Және мына жіптің ұшын осылай тоқи кетеміз. 1, 2. Өсіп тоқып кетуге болады. Мен енді сіздерге көрсетіп отырғандықтан уақыттарыңызды алмай, кейін ilmekтерін өткізіп жасырамын. Енді бұл тоқыманың іш жағы немесе теріс жағы. Енді ilmekтерді осылай оң тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағы, оң жағынан да осылай оң тоқимыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағы. Теріс жағынан да осылай оң тоқимыз. Енді жіп ауыстырамыз, сондықтан соңғы ilmekті
тоқымаймыз. Осылай өткізіп аламыз. Міне осылай тоқып алдық. Екі жол бұл бізде тура осы жер. Енді ары қарай мына тоқып жатқан жібімізді қосамыз да осы жерден. Міне осыны қосып ары қарай осы 14 ілмекті ғана тоқи береміз. Егер осылай тоқу ыңғайсыз болса, мына шеткі ілмектерді бір бізге өткізіп қоюға болады. Міне осылай мына екі жақтағы ілмектерді бір бізге өткізіп қойып, енді ары қарай мына екі бізбен тоқи береміз. Және бұл жіпті де үзбейміз, бұл жіппен біз бас жағын тоқимыз. Сондықтан осылай көтеріп отырамыз бірге. Мына көтеретін жіпті астына қоямыз да, тоқып жатқан жіпті осылай үстіне қоятын болсақ, міне осылай көтеріледі. Енді ары қарай қайтадан оң жағынан оң, теріс жағынан теріс тоқимыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан ілмектерді теріс тоқимыз. Енді өстіп өзімізге қажетінше тоқимыз. Мен осылай 15 рет тоқып алдым. Енді маған осы жеткілікті. Енді бұл жіптің бізге қажеті жоқ. Осы жерден ұзынырақ кесіп қиямыздағы енді ары қарай осы ашық сары жіппен тоқимыз. Енді бұл жіпті де тартып айналдырып тоқи кетеміз. Бұл тоқыманың оң жағынан оң тоқып жатырмыз. Қазір теріс жағынан да оң тоқимыз. Тоқыманың теріс жағынан да осылай оң тоқимыз. Осылай енді оң жағынан да теріс жағынан да оң тоқып, өзімізге қажетінше размер тоқимыз. Жаңа мен айтқандай, осы соңғы кіші саусақ жабылғанға дейін тоқимыз. Мен бұл жерде 1, 2, 3, 4 осындай жол немесе 8 қатар тоқып, одан кейін екі шеттен бір ілмектен екі ілмек қысқартамыз. Енді осылай 4 жол өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Осындай жолдардан 4 жол немесе 8 қатар. Енді екі шеттен бір ілмектен қысқартамыз. Бірінші ілмек, одан бір ілмекті тоқып аламыз да, екі ілмектен бір ілмекті сырт жағынан алып тоқимыз. Бір ілмек тоқыдық. Енді соңғы 4 ілмекке дейін тоқимыз. 4 ілмек қалды. Енді осы 4 ілмекті осылай тұрған қалпында қысқартамыз. Ілмектер қалай қарап тұр, солай қысқартамыз да екі ілмекті тоқимыз. Бұл тоқыманың теріс жағынан ілмек қысқартпаймыз. Осы
ilmekтерді осылай тоқып аламыз. Бұл жіп екі қабатты Кавказ жібі. Кавказ жібі өте қатты болады. Негізі енді бастап үйреніп жүрген қыздар бастағанда осы Кавказ жіптен тоқымаңыздар. Өйткені сіздердің қолдарыңыз әлі үйренбеген, бұл жіппен тоқи алмайсыздар. Тоқу өте ауыр болады. Енді бұл тоқыманың оң жағынан тағы да осы екі ілмекті тоқимыз да тағы да бір ілмекті қысқартамыз. Екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді соңғы төрт ілмекке дейін тоқимыз. Төрт ілмек қалды. Бұл төрт ілмекті осы сол жаққа қарап тұрған қалпында қысқартамыз. Екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағына ілмектердің барлығын тоқи береміз. Мен осылай тоқып алдым. Менде соңында 2, 4, 6, 8, 10 ілмек қалды. Және оң жағынан тоққан жоқпын, осы теріс жағынан тоқыдым. Енді жіпті осы жерден осылай үземіз дағы басынан бастап тоқимыз. Осы басынан бастап айналма бізімізді алып, осылай енді бір келкі оң тоқимыз. Бұл жерде бізде 13 ілмек бар. Бір келкі оң тоқи береміз. Осылай оң тоқып алдық. Енді шеттерінен ілмектер баламыз. Қанша ілмектер іледі, сонша ілмектер баламыз. Бұл жерде тесік қалмас үшін осы жерден бір протяжкадан бір ілмек баламыз. Бір, енді екі. Бұл толық бір ілмек болса, осы ілмектің бізге қараған жарты ілмегінен тереміз. Жарты ілмегі жағында қалады. Жарты ілмек жағында қалады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және соңғы 18 ілмек. Осы 18 ілмектер алдық. Енді ортадағы 10 ілмекті тоқып аламыз. Бұл да оң тоқыла береді. Енді ілмектердің барлығы тек оң тоқылады. Оң жағынан да, теріс жағынан да оң тоқимыз. Және соңғы ілмекті де осылай оң тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді бізімізді осылай өткізіп, қайтадан осы жақтан 18 ілмектер баламыз. Жаңа басында қалай теріп алдық, тура солай. 1, 2, 3, 4, 5 деп осылай біз жаққа қараған жарты ілмектен 18 ілмектер баламыз. Мен осылай екінші шетінен де 18 ілмек теріп алдым, және бұл 13 ілмекті тоқып алдым. Енді бұл тоқыманың іш жағынан да осылай ілмектерді оң тоқимыз.
осылай оң тоқимыз. Енді оң жағынан да теріс жағынан да оң тоқып, осындай жолдардан 1, 2, 3, 4, 5, 6 жол немесе 12 қатар тоқимыз. Бұл тура осы жанның тоқылуы қандай аяққа тоқисыз? Мысалы, егерде толық аяқ болса, онда 7-8 жол тоқисыз. Ол дегеніміз 14-16 қатар. Ал жіңішке аяқ болса, керісінше онда осылай 4 қатар немесе 5 қатарда жеткілікті болады. Ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым жанын. Мен бұл стетикті 6 жол тоқысам, бұл стетикті мен 5 жол тоқыдым. 5 жол немесе 10 қатар тоқыдым. Енді ортадағы 10 ілмектен табан тоқимыз. Ол үшін мына жақтағы 31 ілмекті осылай өткізіп аламыз дағы 10 ілмектен табан тоқимыз. Бұл жақта да 31 ілмек бар. Енді мен табанды жіптен тоқимын. Сондықтан ана сары жіпті мен осы жерден үздім. Енді 10 ілмектен табан тоқимыз. Осы жібімізді осы жерден қосып, осылай ілмектерді бөліп аламыз дағы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ілмекті тоқып аламыз да, 10 ілмекті ортаның жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Бұл тоқыманың оң жағы. Оң жағынан 2 ілмектен 1 ілмек тоққан кезде теріс тоқимыз 1 ілмекті. Енді бұл тоқыманың іш жағы. Бірінші ілмек тоқылмайды. Одан кейін 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмек. 10 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Ішінен тоққан кезде оң тоқимыз, іш жағы. Ал оң жағынан тоққан кезде керісінше соңғы ілмекті 2 ілмектен 1 ілмек қылып теріс тоқимыз. Енді бұл тоқыманың оң жағы. 9 ілмекті тоқимыз. Мен 10 ілмектен тоқыдым, өйткені менде жіп, жуан жіп. Егер сіздердің жіптеріңіз жіңішке жіп болса, онда 12-13 ілмектен тоқсаңыздар табан әдемі тоқылады. Соңғы ілмек жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Енді бұл тоқыманың іш жағы. 9 ілмекті тоқимыз. Тоғыз ілмекті тоқып алдық. 10 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Енді бұл тоқыманың оң жағы. Оң жағынан соңғы ілмекті 2 ілмектен 1 ілмекті қосып, четкі 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Өстіп, енді өз бетімізше соңғы 2 четте, бұл четте 4 ілмек, бұл четінде 4 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Мен осылай 4 ілмектен қалғанға дейін тоқып алдым четтерін. Енді бұл тоқыманың оң жағы. Енді ортадағы ілмектерді 2-ден қысқартамыз. 8 ілмекті тоқимыз дағы. Ортаның 2 ілмегі және четтен 1 ілмек алып, 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. 2 ілмек қалды. Бұл тоқыманың оң жағы болғандықтан 3 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың іш жағы, іш жағынан да тура осылай тоқимыз.
соңғы міне 2 ілмекке дейін тоқимыз ортаны. Міне 2 ілмек қалды. Жандағы ілмекпен қосып 3 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Міне осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағы. Міне оң жағынан да тағы да тура осылай қайталаймыз. Соңғы 2 ілмекке дейін тоқимыз ортаны. Енді ортада 2 ілмек қалды. Және шеттен 1 ілмекті қосып 3 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Енді екінші жағынан да тура осылай тоқимыз. 2, 3, 4, 5 ілмек қалды. 2 ілмекті, 5 ілмекті тоқып алдық. Енді 2 ілмек қалды ортадан. Шеттен 1 ілмекпен 3 ілмектен 1 ілмекті оң тоқыдық. Енді бұл тоқыманың оң жағы, оң жағынан да тура осылай ортадан 2 ілмек қысқартамыз тағы. Міне 2 ілмек қалды. Шеттегі 1 ілмекпен қосып 3 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқыдық. Енді бұл тоқыманың жағынан да тура осылай тоқимыз. 2 ілмек қалды. Және шеттегі 1 ілмекпен 3 ілмектен 1 ілмекті тоқыдық. Енді 2 ілмекті тоқып алдық. Ортадан 2 ілмек, барлығы 4 ілмек қалған. Шеттен 1 ілмек, 3 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқыдық. Енді міне соңғы 1 ілмек қалды шеттегі. Және 3 ілмек қалды ортада. 1 ілмекті тоқымай алып, ортадан 2 ілмек және шеттен 1 ілмек деп 3 ілмектен 1 ілмек тоқыдық. Міне осылай тоқып алдық. Енді мына ілмекті, бұл ілмекті тоқимыз дағы, осы ілмектің үстінен асырамыз. Міне осылай тоқылды. Мен бұл жіпті үзбей отырғаным, қазір артын қосып тігеміз. Міне осылай тоқылды. Сонда өкшесі осылай домалақталып әдемі тоқылады. Енді осы жіпті осы жерден қиямыздағы, бұл жіптердің барын кейін осыны тоқып болғаннан кейін ішіне қарай өстіп ілмектерден тартып жасырамыз. Ілмектерден өткіземіз дағы осылай. Өстіп жасырып артығын қиып тастаймыз. Енді мен жаңа міне жерде жіпті көбірек қалдыруым керек еді. Мен ұмытып кеттім. Көбірек қалдырмай. Енді тоқымамызды ішке қарай аударып, слетигімізді осы жерден артын қосып тігеміз. Немесе тоқимыз. Енді тігуге де болады, бірақ мен мына күршек бізбен тоқимын. Ішіне қарап тұрған жарты ілмектерін аламын дағы. Үстіп 1 ілмек іліп алып, тағы да ішіне қарап тұрған жарты ілмек. Осыны аламын дағы, осылай өткізіп аламын. Жарты ілмек. Тағы өткізіп аламын. Бұл толық 1 ілмек болса, ішіне қараған жарты ілмек дегеніміз мынау. Мынау ішіне қараған жарты ілмек, мынау сыртқа қараған жарты ілмек. Осы жарты ілмектерден тоққан кезде бұл қалың болып тоқылмайды, өте әдемі. Білінбей қалады, қосылған жер осылай туған. Бұл жіпте менде осындай ашық түсті болғандықтан мен осы жіппен аяғына дейін тоқи беремін, басына дейін. Тура осылай жарты ілмектерін аламыз дағы, 1 ілмекті. 1 ілмек, жарты ілмек. Мынау ішке қараған жарты ілмек. Осылай аламыз да. Негізгі ілмектен өткізіп аламыз. Мынау бізде негізгі 1 ілмегіміз. Өте қатты тартпаймыз. Егер өте қатты тартатын болсақ, слетиктің арты тартылып, әдемі көрінбей қалады. Сол үшін өте қатты тартпай қалыпты
қалыпты тартамыз. Соңғы бір ілмек және четкі соңғы бір ілмек. Осылай тоқып алдық. Енді оң жағынан қарайтын болсақ, осылай тоқылды. Қосылған жері онша білінбейді. Слетигіміз осылай тоқылды. Өкші тұсы, табаны, алды, өте әдемі тоқылды. Енді осындай қалдық жіптерді осы носки слетик тоққан кезде пайдалансаңыздар болады. Бұны енді қонышын биігірек тоқуға болады. Ол үшін осындай қалдық жіптерден полоска етіп тоқсаңыздар, қонышы биігірек болып, носки болып тоқылады. Тоқылу қиын емес, өздеріңіз көргендей. Енді бұл четіне осы байланып тұрған секілді болу үшін осындай түйме тақсаңыздар болады. Менде осындай қызыл түйме бар, роза гүл. Осыны тақса болады, немесе мынандай көбелек түйме бар. Осында өстіп тақ қоятын болсақ, слетикке бір әдемі сән беріп тұратын болады. Енді бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.